Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді ірімшіктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен ол үшін шашыраңқы ірімшік, яғни рассыпчатый творог керек болады. Рассыпчатый творогтың рецепті менің каналымда бар. Мен подсказкаға, описанияға қалдырып кететін боламын. Көк суы толықтай айырылған ірімшік болуы керек. Бізге керекті заттар 2 жұмыртқа, 1 шай қасық сода толтырылған және 1 шай қасық тұз толтырылған, және де 1 кесе күнбағыс майы. Менде бұнда 2 кг творог. Егер сізде творогыңыз аздау болса, онда тұз бен соданың мөлшерін азайтасыз. Алдымен содамызды салып, жақсылап тұрып, қолымыздың көмегімен толықтай араластырамыз. Достар, естеріңізде болсын, кез келген творогтан бұл рецептпен сыр шықпайды. Міндетті түрде шашыраңқы творогтан жасалу керек. 1 шай қасық тұзымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді 2 жұмыртқамызды салып, араластырамыз. Тағы да 1 жұмыртқа қалауыңыз бойынша салсаңыз болады. Міндетті түрде қолыңызбен араластырғаныңыз дұрыс, өйткені біздің творогымыз бен жұмыртқамыз, содамыз, тұзымыз толықтай біріктіріліп араластырылуы керек. Енді 1 кесе шағым майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді газымызды жағып, астын жай отқа қойып, табамызға майымызды құямыз. Бір азғантай ғана май болса болады. Және де біздің табамыз осындай қалың таба болғаны дұрыс. Үстіне творогымызды салып, сырымызды жасайтын боламыз. Менің творогым көп болғандықтан мен творогтың жартысын салатын болдым. Қаласаңыз, егер қазаныңыз үлкен болса, бүкіл творогты да салып жіберіп істесеңіз болады. Маған өзіме оңай болу үшін осылай тек жартысын ғана салдым. Біздің сырымыз төменгі жағында ери бастайды. Сол кезде қасықтың көмегімен төменгі жақтағы еріген сырларды жоғары қарай, ал жоғарғы жақтағыларды төменге қарай қасықтың көмегімен жаймен араластырып тұрамыз. Міне достар, біздің творогымыз сырға айналып келе жатқаны көрініп тұр. Ең бірінші сіз творогты салған кезде астыңғы творогтары жаймен езіліп бастаса сыр секілді, онда сіз бәрін дұрыс жасадыңыз. Егер де творогты салғаннан кейін артынан суы шыға бастаса, онда сіз дұрыс жасамадыңыз деген сөз. Ондай су шыққан творогтан сыр шықпайды. Міне, менің творогым сырға айналды. Қарасаңыздар, арасында әлі де ақ түйіршікті творогтар бар. Сол творогтарды толықтай арылу үшін осылай қасықтың көмегімен әлі де араластырамыз. Қаласаңыз, газдың астын аздап қана көбейтсеңіз болады. Және де қасығымыздың көмегімен осылай араластыруды тоқтатпаймыз. Міне, біздің сырымыз дайын болып қалды. Енді дайын болған сырымды басқа ыдысқа ауыстырып қоямын. Ыдыстың астын майлап қоюды ұмытпаңыз. Мен творогты 2 бөліп жасап жатқандықтан бұл сырды қазір екінші сырға қосып араластыратын боламын. Міне, мен екінші сырымды араластырып бастадым. Тап сол әдіспен араластырып тұрамыз. Толықтай сырға айналғаннан кейін екінші сырымды араластырып жібердім. Толықтай араласқаннан кейін біздің сырымыз дайын. Міне, осындай созылған өте керемет сыр шықты. Бұл сыр менде қатты сыр болады. Енді ыдысымызға аударып аламыз. Сырды мен осындай пакетке колбаса сияқты етіп орайтын боламын. Ол үшін пакеттің 2 жағын пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Сырымызды пакетіміздің ортасына түсіреміз.
Және видеода көрсетілгендей колбасаға ұқсатып домалақ форма шығаруымыз керек. Толықтай біздің формамыз өз формасын алғаннан кейін осылай пакетімізді тығыздап орап екі жағын байлайтын боламыз. Міне достар, біздің сиырымыз дайын. Толықтай суы үшін холодильникке жібереміз. Сиырым толықтай суыды. Енді әдемілеп кесетін боламыз. Бұл мұндай домалақ етіп формамен жасасаңыз, сіз дастарханға әдемілеп қоя аласыз. Міне достар, дәмі керемет сырлар дайын болды. Сіздер де осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецептпен жасасаңыздар, сіздің сиырыңыз ойдағыдай шығатын болады. Достар, егер менің видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды комментарийға қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен поделиться батырмасы арқылы бөлісіп отырыңыздар. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.